Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. 8 март мейрамы құтты болсын, қыздар. Сендер үшін бір әдемі сыйлығым бар. Мен қазақ қыздарына қайран қалам, жанары жаны жаздай жайраңдаған, қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам. Қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам. Намысын бермеу үшін жатқа қоладан арулар бар мекен ғой атқа қонған. Қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам. Қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам. Міне біз сондай қыздармыз, күшті қыздармыз. Әрдайым жеңіске жету үшін, биіктерде көріну үшін әрекетте болуымыз керек. Бүгін мейрам деп отырмаңдар. Барлықтарың әрекетте тірліктеріңді қылыңдар. 8 март кешке басталады. Міне біз де кеттік жұмысқа. Аллахқа шүкір.